Дәл осы рецепттен кейін суши мүлдем сатып алмайсыздар. Сіздерге тегін мастер-класстың рецептін беремін. Ең алдымен күрішімізге суды құйып, қатты отқа қоямыз. Арасында осылай араластырып тұрасыздар. Суы тартылғаннан кейін газдың астын ең төменгі отқа қоясыздар. Бетін жауып 15 минутқа қалдырасыздар. Күрішке араластыруға яблочный уксус құямыз, қант саламыз, күріштің үстіне құямыз, жақсылап араластырамыз. Күріштің суығанын күтеміз. Арнайы сушиді орайтын осындай заты болады. Соны пищевая пленкамен орап аласыздар. Нориді толық пайдаланбаймыз, 20%-ін осылай кесіп тастаймыз. Күрішімізді орналастырамыз. Менде перчатки болмағандықтан қолыңызды міндетті түрде сулап отырып жасаңыздар. Сол кезде қолыңызға күріш жабыспайтын болады. Норидің кішкентай шетін алып қаламыз, ол жерге күріш жабыстырмаймыз. Краб таяқшаларын саламыз. Осындай коллектің 74%-тік творожный сырын пайдаландым. Сапасы жағынан да және бағасы жағынан да өте тиімді. Негізі сушидің дәмді болуы бұл күріштің дұрыс жасалуы және ішінде қосатын творожный сырыңызға байланысты. Ең соңына келгенде нори жапырағы жақсы жабысу үшін сулап жібереміз. Суға ұн салып кляр дайындаймыз. Сушиді батырып аламыз, панировочный сухариға аунатамыз. Қызып тұрған майда екі бетін қызартып қуырып аламыз. Екі шетін алып тастаймыз. 8 бөлікке 10 бөлікке кессеңіздер болады. Осындай кереметтей сушиларды Калех фирмасының газдалған сусынымен дәм татқалы жатырмыз. Дәл осындай сізге пайдалы болатын тегін мастер-класстарды сіздермен бөлісіп отырамын. Парақшама тіркелуді ұмытып кетпеңіз.